Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Әйгерім Батырхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзімнің жұмыс орнымды көрсетемін, және де сондай-ақ бүгін кешке мастер-класс болады. Свобода или маска деген. Бизнес-тренерлер сабақ береді, өте мықты мамандар, сондықтан да міндетті түрде оған барамын, және де сіздерді өзіммен бірге алып барамын. Менің жұмыс орным, бұл жерде көріп тұрғанда түрлі сайттар ашылған, олардың бәрі маған жаңалықтар жинау үшін қажет. Және де міне жаңалықтар біздің күнделікті оқитын. Телефоным, міндетті түрде су ішіп отырамын. Және мынау бұл жерде тұр, шынымды айтсам білмеймін кімдікі екенін, Кенжеағайдікі болар. Міне менің курткам. Міне біздің көрініс терезеден. Қараңыздар қандай керемет. Бұл жерде жаңағы міне резиденция президента, Акимат, город Алматы, және де міне Нұрлытау ғимараты. Бұл мынау Назарбаев және Сатпаев даңғылдары қиылысы. Ане жерде ұлттық мұражай. Көрдіңіздер ме қандай керемет. Мынау міне бақ, саябақ. Осында жаңағы фонтан бар, барып кішкене қыдыратын күндерде болады. Мына міне біздің парковкаларымыз. Керемет, осы көріністі өте қатты жақсы көремін. Жазда да, күзде де, қыста да өте керемет. Қатты ұнатамын. Қазір эфирге баратын кезде эфирді де көрсетемін. Эфирге сіздерді өзімен бірге алып барамын. Қараңыздар. Міне жаңалықтарым дайын болды. Енді эфирге жол тарттық. Здравствуйте. Здравствуйте. Та-да-дам! Мы в эфире. Радионың эфирі осындай. Бұл жерде саунд инженер отырады. Мына жерде міне журналист отырады. Микрофон ең бастысы. Және лақап. Керек болса, міне ноутбуктан шұғыл түрде бір ақпарат алу керек болса, аламыз. Міне мына сағат. Бұл сағатты мен жақсы көремін, себебі осы сағатқа қарап отырып, уақыттың эфирге жақындағанын біліп отырамын. Эфир кішкентай ғана, бөлме керемет үлкендей емес. Сонымен жаңалықтарды оқуға дайындаламын. Бірінші маған ручка керек, міндетті түрде, себебі 5-10 минут бұрын келіп, бұнда осы ручкамен жаңалықтарды оқуға дайындаламын. Министрдің айтуынша, шілде айында жұмысшылар Ұзынағаш отар учаскесін жөндеуге кіріседі, ал жыл аяғына дейін Балқаш-Бұрылтау бағытындағы жолда жөндеу жұмыстары басталады. Қай жерге нүкте қою керек, қай жерге үтір қою керек, қай жерге дем алып алу керек, соларды міндетті түрде өзім бір қарап шығамын жаңалықтардың алдында. Және керек емес сөздер, немесе керек емес сөйлемдер болса, тағы да мысалы жазған кезде, дайындаған кезде өтіп кеткен, немесе тағы да бір оқыған кезде олар керек емес деп есептесем, оларды міндетті түрде осылай алып тастаймын. Және де ең бастысы жаңағы мен көрсеткендей, оқыған кезде тісімді бүйтіп бір-біріне қысып, тексті бір рет оқып шығамын. Сол кезде жаңағы тілге кедергі келіп, тексті оқу қиынға соғады. Ал егер де тісіңді алып тастап, дұрыстап дем алып оқысаң, оқығаның текстің 2 есе жақсы болады. Сондықтан да міндетті түрде эфирдің алдында осылай тісімді бір-біріне қысып, тексті міндетті түрде бір рет оқып шығамын. Бұны мен бір Ресейдің танымал тележүргізушісінің мастер-классында естігенмін. Міне 1 минуттан кейін эфир басталады. Қараңыздар, көріңіздер. Газ қойып қойын, ыңғайлы болсын. Астана уақыты сағат 18, армысыздар, студияда Әйгерім Батырхан.
Міне қазір біз баратын мастер-класста мына кісі сабақ береді, Алина Кузьмина. Профессиональный бизнес-тренер, начальник учебного центра «Магнум». Принимала участие в крупнейшем бизнес-событии Центральной Азии Synergy Global Forum 2017. Өте керемет мамандық иесі, жалпы білімі керемет. Бұл кісінің екі сабағына қатыстым. Шынымды айтайын, керемет бір әсерде болдым. Сондықтан да қазір міндетті түрде барамын. Міне екінші кісі қазір сабақ беретін Мирослав Воронков. Бұл бизнес-тренер, коуч. Өте жақсы резюмесі, керемет. Бұл кісінің де сабағына қатыстым, бір сабағына. Шынымды айтайын, манипуляция деп айтылады ғой сабағы, иә. Деловые переговоры и манипуляции во время переговоров. Сондай бір дәрісіне қатыстым. Өте жақсы. Керемет сабақ береді. Қазір міне барып, сол кісілердің мастер-классын көреміз. Олардың айтуы бойынша бұл мастер-класс ерекше форматта өтеді. Жай ғана бір офиста емес, караоке клубта, және де білмеймін енді не болатын, не күтетін, бірақ та олардың айтуы бойынша ерекше өтеді мастер-класс. Көреміз. Сіздерді ол жаққа да бірге алып барамын. Түсіруге рұқсат бере ма жоқ па білмеймін, бірақ та өзімнің ойыммен қалай болды, жалпы мастер-класс қалай өтті, сол жайында міндетті түрде айтамын. Қазір міне жұмыста отырмын. Далада таңертең жаңбыр жауған, қазір күн шығып тұр. Міне біздің жұмысымыз осындай. Мастер-класс называется, вы все уже читали, кто в ленте в Инстаграме, кто в таймпаде. Он называется так, как-то загадочно и не совсем понятно, может быть. Ну как? Маски или свобода. Но мы сегодня разберемся с этими понятиями, потому что у каждого свое. И для того, чтобы мы все-таки понимали, к чему мы должны прийти за эти 3 часа, я люблю всегда мастер-классы или тренинги, чтобы они были вкусные и чтобы они имели какое-то такое логическое завершение. Пусть оно 3-часовое, да, вот наше с вами будет общение, но оно будет результативное. Это я вам обещаю. При этом любой выступающий, любой человек имеет свою маску. И находясь в утробе мамы 9 месяцев, пока ребенок рождается, но вот готовится, точнее говоря, к рождению, он уже имеет определенное количество масок, которые слышат от мамы с папой, от бабушки с дедушкой, от брата или сестры, если у него есть старший брат и сестра. А если нет, то он применяет и примеряет уже маски, с которыми он войдет в этот мир. И представьте, многие из нас с вами даже не знают, какую маску носит. На одном из мастер-классов один молодой человек сказал: «Я подлец». Просто не было ситуации еще, где это можно было маску применить. Мастер-класс был не о масках, он был о ролях. Потрясающая, правда, фраза? Он взрослый человек, он говорит: честно, я могу быть подлецом. Просто не было ситуации, когда я смогу проявить это качество. Мы как раз сегодня будем говорить о осознанных масках, неосознанных, а вы уж выберете, да, с чем оставаться и с чем расстаться. Кеше мен мастер-класстың соңын түсіре алмадым, себебі камерамның батарейкасы отырып қалды. Сондықтан да бүгін таңертең сіздерге өз ойыммен бөлісіп жатырмын. Айтатын болсам, шынымен де жаңағы мастер-класста өте қызықты өтті. Ол жерде жаңағы адам баласының 5 маскасын атады. Ол 5 маска, міне суретте көрсетіліп тұрғандай, ол 5 маска балалық шақтан келеді. Балалық шақта жалпы кішкентай бала әр нәрсені ұстап көреді. Шындықтың ұяты жоқ, боқты да ұстап көреді, қызығады, өміріне ғашық болады. Одан кейін ата-ана оған жоқ, болмайды деген нәрсені айта бастайды. Сол кезде адамда екінші этап жаңағы разочарование болады. Одан кейін 3-ші этап бунтовать етіп бастайды. Жоқ, мен бәрібір де істеймін, мен бәрібір де бүйтемін, сөйтемін деп. Одан кейін 4-ші кезең ол жаңағы смирение дейді. Я айтқаным болсын деген кез. Ол кезде жаңағы адам баласы өзіне маска киеді екен. Маска киіп жаңағы, я
сенің айтқаның болсын, жалпы сол ата-анамның көңілінен шыға салайыншы, немесе ана адамның көңілінен шыға салайыншы деген ниетпен адам баласы өзінің қалауынсыз басқа нәрсені істейді, сол кезде маска кие бастайды. Сөйтіп 180 градусқа өзінің бағытын бұрады. Ондай болмас үшін не істеу керек? Жалпы адам баласында жаңағы 5 масканың қандай түрлері бар, солар жайында айтылады. Содан кейін айтпақшы, ең соңында 3 сағат мастер-класс өтті. Соның соңында адамдардың бәрін отырғызып қойды да, әрқайсымыздың көзімізді жұмғызып, бір медитацияға кіргізді. Сөзбен жаңағы денемізді босатамыз, көзімізді босатамыз, қолымызды, аяғымызды босатамыз деп сөйтіп бір медитацияға кіргізді 5 минуттың ішінде. Одан кейін бізге айттық, сол қолымызды созамыз да, бетіміздегі масканы шешеміз деді. Шештік, одан кейін оң қолымызды созамыз да, қолымызға жаңағы маскамызды шешіп берген үшін басқа бір сыйлық аламыз деді. Сөйтіп жаңағы сыйлықты алдық, ол айтты жаңағы қандай сыйлық алсаңыз, соны мысалы сақина алсаңыз қолыңызға тағыңыз, тас алсаңыз қалтаңызға салыңыз, алқа алсаңыз мойныңызға тағыңыз деген секілді жаңағы міндетті түрде мысалы алма алсаңыз жеңіз деген деп айтты. Одан кейін бәрі жаңағын істеді. Бәрі біткеннен кейін адамдардан сұрады, енді не алдыңдар деп. Ол жаңағы елес арқылы аласың. Біреулер алма алдым дейді, біреулер корон алдым дейді, біреулер қылыш алдым дейді, біреу жаңағы тас алдым, алқа алдым дейді, мысалы мен жүрек алдым. Сөйтіп ол айтты, жаңағы сендер масканы шештіңдер, масканы бердіңдер, сол үшін жаңағы алған сыйлықтарың ол сендердің нереализованные ваши части, которые скрывалась под маской. Вот. Благодаря тому, что вы сняли маску, вы, получается, получили это в подарок, то, что вы должны были реализовать, а не реализовали. Ну, не знаю, как-то так. Поэтому не знаю, что обозначает это сердечко. Может быть, я как-то скрывала свои чувства, чтобы... Может быть, я была под маской. Ну, не знаю. Теперь посмотрим. Енді болашақта көре жатармыз. Жалпы маған қатты ұнады. Сіздерге де осындай мастер-классқа барып тұруға кеңес беремін. Сау болыңыздар.